Саламатсыздар ма? Бүгін Аберлов тігісінің оңай сөгілу жолын көрсететін боламын. Ол үшін тігісіміздің оң теріс жағын анықтап аласыздар. Мына теріс жағында мінекей, мына әр тігістің ортасында осылай тігіс тігілген жері төмпейіп сыртына шығып тұрады. Бұл бізде теріс жағы. Оң жағында керісінше ондай төмпешік болмайды, және төменгі жағында ұзыннан тегіс түскен осындай жіп болады. Осы мына жерінде төменгі жағында. Осы екі тігістің ортасынан иненің көмегіменен осылай бір-екі тігістің ортасынан иненің көмегіменен осылай жіптің ұшын шығарып аламыз. Екі тігістің ортасына өстіп инеңізді салсаңыз, жіп ілініп шығады. Және осыны ұшынан, жіптің ұшынан ұстап осылай барынша тартасыздар. Сол кезде мына тігісіміз біздің осылай жиналады. Жиналған жерді екінші қолымыздың көмегімен осылай жаздырып, жібімізді суырып алып тастаймыз. Соң қалған жібімізді осылай ұшынан ұстап тартсаңыздар, болды, осылай оңай сөгіледі. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.